Аштық жариялауға дейін барамыз. Әйелдер қозғалысы зейнет жасын 61-ге бекітуге қарсы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі жолдауында әлеуметтің талап-тілегін ескере отырып, әйелдердің зейнет жасын 2028 жылға дейін 61 жас деңгейінде қалдырамыз деген еді. 2 жылдан бері осы мәселені көтеріп жүрген әйелдер қозғалысы өкілдері мемлекет басшысының бұл ұсынысына түбегейлі қарсы екендіктерін, талаптары орындалмаса қайтадан наразылық жиындарын өткізетіндерін мәлімдеді. Президенттің бұл ұсынысы Майкен Бекарстанова бастаған әйелдердің зейнет жасын 58-ге түсіру жөніндегі Қазақстан әйелдер қозғалысы мүшелеріне жақпады. Себебі белсенді әйелдерді осыған дейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова кездесуге шақырып, сол кездесуде түрлі категория қарастырылған. Мысалы, бүкіл дамыған елдің заңында зейнеткерлікке бекітілген жастан 2 жыл ертерек шығуға мүмкіндік бар. Министр бізге әйелдердің зейнет жасын 58-ге түсіру мүмкін еместігін дәлелдеді. Дегенмен біздің зейнетке шығу жасын өсірмей, бір межеде ұстау жайлы нұсқамыз министрге ұнаған еді. Бірақ біз 61 емес, 60 жасқа бекітуді, одан әрі өсірмеуді талап еткенбіз дейді қозғалыс жетекшісі Майкен Бекарстанова. Оның сөзінше министр Дүйсенова осы мәселені ақылдаспақ болып, қыркүйектің алғашқы 10 күндігінде шақырмақ болған. Ералы Тоғжановпен кездесуде де осы талап сөз болып, ол да оң қарап президентке жеткізгенін айтқан. Ал президент бүгін әйелдердің зейнетке шығу жасын 61 жасқа бекітуді, одан әрі өсіруге мораторий жариялау қажеттігін айтты. Яғни заң бойынша мерзімнен ерте шыққанның өзінде 59 жаста болатынын ғана айтты. Қазір белсенділеріміз енді қайттық деп бәрі сұрап жатыр. Қалай дегенде де біз қатал жауап қайырамыз. Өткендегі митингке шығар алдында да көптеген қысым көрдік, қорқытты. Әйтеуір осы митингті өткізбеудің барлық амалын жасады. Бүгінде кей әйелдер әлі дұрыс түсінбей жатыр. Тек 61 жаста ғана шығады екенбіз деп даурығып жатқандар да бар. Алда министрмен кездесуде 60 жасқа түсіру талабымызды тағы айтамыз. Болмаса бүкіл өңір бойынша аштық жариялауға дейін барамыз, деді Майкен Бекарстанова. Қозғалыс жетекшісі наразылық шараларының үлкен ықпалы бар екеніне сенімді. Әйелдер митингтен кейін Серік Шапкеновті еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінен алып тастаған. Майкен Бекарстанованың айтуынша, бұл сәйкестік емес.